Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Мақтарал ауданындағы Топан су басқан Жаңажол ауылы округіне қарасты. Өргебас ауылында алғашқы бір үйдің қабырғасы қаланып, 3 баспананың іргетасын құю жұмыстары басталды. Осындағы жұмыстарға үйлестіруші болып бекітілген Аясхан Қалыбеков ауыл округінің әкімі Молдабек Бейтеміровтің айтуынша, жалпы Өргебас ауылында 189 үй бар. Соның бүгінде 138-нің иесіне үкімет тарапынан 17 миллион теңгенің 50%, яғни 8,5 миллион теңгесі толық аударылған. Дәл қазіргі уақытта мұнда 162 үйді бұзу және 45 баспананың іргетасын құю жұмыстарына дайындық жүргізілуде, ал бір үйдің қабырға көтеру жұмыстары басталып кетіпті. Өргебас ауылының өз үйінің құрылысын алғаш болып бастағандардың бірі Камал Сапаров. Мына осы елбасының 8,5 миллион суына байланысты құрылысымызды бастадық. Құдайға шүкір. Рабочыларымыз бар. Мына үлкен үйлердің жайы кеме кетті себепті мына кішірекіне бірінен бастап сол жұмыс жүріп жатқан жайымыз бар. Елімізге, жұртымызға рахмет. Бәрі жақсы. Бәрі жәрдем беріп жатыр. Енді құрылысшылардан сәл қарсылық болып тұр. Бәрі сол құрылысшыларға жәрдем берсе, солар алдау болып тұр. Сол жөнінен жәрдем тұрамыз. Басқа жағын бәрі Құдайға шүкір жақсы. Bütün жәрдем ойдағыдай болып жатыр. Енді қазір әркім әр жерде мен қызым үйіне тұрып алдым, қазір Жетісай қаласында. Қазіргі таңда мына өзіміздің да жер құрылыстың үйлердің дайын болмаған себепті мына Жетісай қаласының Молтып аудандық округінде қызым үйінде уақытша тұрып қалған жайымыз бар. Мемлекеттен келіп жатқан жаңағыдай гуманитарлық жәрдем деп жатады ғой енді. Киім-кешек, азық-ауқат демекші. Соның бәрі уақыт сағатында беріліп жатыр. Бәрі жайында ешқандай оға шағымымыз жоқ. Құрылысшылардың айтуына қарағанда жарты метр қастақ су шығады деп айтады. Соға енді сәл азырақ күтіп, соны су азырақ әсіге кеткеннен кейін үлкен үйдің құрылысын бастаймыз деген ниетіміз бар. Бүгінде ол үйінің қабырғасын жартылай көтеріп үлгерген. Бұдан бөлек мұнда ауылды күл-қоқыстан тазарту, үй бұзу, аула тазалау жұмыстары да қарқынды жалғасуда. Аталған тірліктерге 175 адам мен 6 арнайы техника тартылған деп хабарлайды Түркістан облысы өңірлік коммуникациялар қызметі.